Тарихи жетістік. 5 қазақ қызы әлем чемпионатының финалына шықты. Сербияда бокстан әйелдер арасындағы жылдың басты бәсекесі жалғасып жатыр. Ал енді оның нәтижесі жайында сол жақта жүрген әріптесіміз Аслан Қаженов айтып берсін. Қазақ қыздары тарихи нәтиже тіркеді. Біз қазір Сербияның Ниш қаласындамыз және дәл осы жерде бокстан әйелдер арасындағы жылдың басты бәсекесі әлем чемпионаты жалғасып жатыр және жаңа ғана жартылай финалдық кездесулер өтті. Біз тұрған спорттық сарайда, біздің ту сыртымызда тұрған рингте финалдың жолдамалары сарапқа салынған болатын. Бұл бәсекеде 6 қазақ қызы өнер көрсетіп, оның 5-еуі финалға жолдама алды. 5 бірдей қазақстандық қыздың ақтық сынға жолдама алуы бұл тарихи жетістік болып саналады. Өйткені бұған дейінгі ең жоғары көрсеткішіміз 4 жолдама болатын және бұл Астанада өткен жарыс, Астанада өткен әлем чемпионаты және 4 қызымызда алтын алған болатын. Ал бұнда финалға шыққандардың саны 5-еу, бірақ әрине оған тоқмей өтсуге болмайды. Әлі әлі финалдық сындар бар, содан кейін барып жалпы нәтиже белгілі болады. Енді осы жекпе-жектерге жеке-жеке тоқталатын болсақ, Назым Қызайбай енді көпшілік тағатсыздана күткен ұлттық құраманың капитаны. Солтүстік кореялық Хон Кёнг Рёнгтан айқын басымдықпен ұтты. Одан кейін елу келідегі Алуа Балқыбекова тағы бір солтүстік кореялық Ан Кум Биолдан басым түсті. Осы қос қызымызда өте жақсы өнер көрсетті, сенімді жеңіске жетті. Одан кейін Виктория Графеева жергілікті Наталья Шадринамен кездесіп, ол да жақсы жұдырықтасып шықты және ол да айқын басымдықпен жеңіске жетті. Артынша жеңіс жолын Аида Әбікеева жалғады. 63 келідегі қазақ қызы ресейлік Елена Бабичевамен жұдырықтасқан болатын. Аида енді мамандар 50-де 50 көзқарас болған, бірақ Аида үмітті ақтады. Ойлағаннан да өте жақсы жұдырықтасты және ол да финалға жолдама алды. Бұған қоса кешкі сессияда аса ауыр салмақтағы Елдана Тәлепова молдовалық Дарья Сазоновамен кездесті. Елдана Азияның чемпионы, Дарья Еуропаның чемпионы. Міне қос мықтының арасындағы айқаста Елдана басым түсті. Төрешілер 5-0 деген нәтижені тіркеді. Бүгін жартылай финалды жеңдім, барлығы ойдағыда өтті. Тартысыз жекпе-жек болды деп ойлаймын, өйткені жартылай финалда тек мықтылар келді. Бірақ бір бас жоғары жақсы ойнап шықтым деп ойлаймын. Енді бір күн демалып, сосын финалға дайындаламыз. Финалда енді ресейлік боксшымен бокстасам. Бір қадам қалды, 3 күн болуға. Бұйырса енді финалда қарсыласым жақсы, бірақ та мен дайындалып келдім, бар күшім салам, аямайым. Тарихтағы енді 3 дүркін әлем чемпионы болғым келеді, сол үшін барын салам. Өкіншісі 70 келідегі Наталья Богданова, ирландиялық Лиса Эдель О Руруг есімді спортшыға есе жіберді. Лиса енді өте тәжірибелі боксшы, 2022 жылғы әлем чемпионы, бірақ енді біз сонда да Натальяға сенген едік. Ол осы жартылай финалдық айқаста қарсыласына есе жіберіп, қола жүлдені қанағат тұтты. Жартылай финалдық жекпе-жектер аяқталды. 6 қызымыз жұдырықтасып, 5-еуі финалға шығып отыр. Бұл енді тарихи нәтиже деп айтуға болады, бірақ тоқмейілсуге болмайды. Бұған дейін біздің 5 боксшымыз финалға шықпаған. Тіпті 2016 жылы Астанада 4 боксшымыз финалда өнер көрсетіп, 4 алтын алды. Барлығы жақсы, қыздардың дайындығы да көңілден шығып жатыр. Жеңгендерін көрдіңіздер, таза жеңіп жатыр. Қарсыластары да белгілі. Қарсыластарының барлығы бұған дейін өнер көрсетіп жүргендері бар. Көзге көрінбеген боксшылары да бар. Дегенмен енді финалда жақсы өнер көрсетеміз деген ойдамын. Сонымен Сербиядағы әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Енді қыздарымыз бір тәулік демалады, осы аралықта қалпына келеді, тактикаларын құрады және жаттығуларын пысықтайды және 16 наурыз күні ақтық айқасқа шығады. Дәл осы жерде, дәл осы спорт сарайында әлем чемпионатының алтындары сарапқа салынады. Қазақ қыздары үмітті ақтайды және тарихи жетістікті, тарихи жеңіс жолын жалғай түседі деген үміттеміз. Біз күнделікті осы жердеміз. 24 KZ арнасы арқылы соңғы ақпараттарды бөлісіп отырамыз және қолымыз қалт ете қалса қазақ қыздарына барынша жанкүйер боламыз. Барлығына сәттілік тілейміз. Аслан Қаженов, Сәкен Сапарбекұлы, Сербия, Ниш қаласы.